Қымбатты білім алушылар, менің математика каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз санның бөлігін табу, бөлігі бойынша санды табу тақырыбы бойынша мәтін есептерді шығарып үйренетін боламыз. Нөмірі 679 есеп. Сынып оқушыларының 5-тен 3-і түрлі үйірмелерге қатысады. Оның 3-тен 2-сі спорттық үйірмелерге қатысады. Сыныптағы спорттық үйірмелерге қатысатын оқушылар саны 12. Сыныпта неше оқушы бар? Мұндай мәтін есепке біз ең алдымен есептің шартын құрып аламыз. Олай болса, есептің шарты түрлі үйірме бестен 3-і. Яғни бұл нақты сан болмағандықтан біз алдына сұрақ белгіні қоямыз. Және спорт үйірмесі оның бұл 3-тен 2-сі. Сұрақ белгіні қоямыз. Сыныптағы спорттық үйірмеге қатысатын оқушылардың саны, спорттық үйірмеге қатысатын оқушылар саны 12 деп берілген. Оқушы саны. Барлығын табу үшін сұрақ белгісін қоямыз. Шешуі. Алдымен бізге берілген 5-тен 3 және де 3-тен 2 екі жай бөлшекті көбейтіп аламыз. 3-пен 3 қысқарады. Яғни 5-тен 2 оқушы. Бұл спорттық үйірмеге қатысатын оқушы саны 12 оқушы. Енді осы 12 спорттық үйірмеге қатысатын оқушыны біз 5-тен 2-сіне бөлеміз. Олай болса 12 көбейтеміз, бөлу кері амал, және де 5-тен 2-нің кері санын жазамыз. 12 мен 2 қысқарады, 1-ден тиеді, мына жерге 6-дан тиеді. 6 жердегі 5-ім 30. Есептің жауабы сыныпта 30 оқушы бар, барлығы. Егер де оқушылар видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңдар.